Геометриялық прогрессия. Геометриялық прогрессия дегеніміз барлық натурал n саны үшін n плюс 1 тең n көбейтілген q, бұндағы q саны нөлге тең емес болу керек. Теңдігі орындалатын b1, b2, b3 сандар тізбегін геометриялық прогрессия дейміз. Немесе геометриялық прогрессияның екінші анықтамасы, екінші мүшесінен бастап әрбір мүшесі өзінің алдындағы мүшені нөлге тең болмайтын қандай да бір тұрақты санға көбейткенде шығатын сандардың тізбегін геометриялық прогрессия дейміз. Бұндағы көбейтілген тұрақты санды еселігі деп атаймыз. Бұл еселігін табу үшін кез келген қатар тұрған екі мүшесінің соңғысын алдыңғысына бөлсек, еселігін табуға болады. Енді геометриялық прогрессияның өзіне тең қасиеті кез келген мүшесі өзінің алдындағы және өзінен кейінгі мүшелердің көбейтіндісінен квадрат түбір тапқанға тең болады. Немесе басқаша бұны кез келген мүшесінің квадраты өзінің алдындағы және өзінің соңғы мүшесінің көбейтіндісіне тең деп атауға болады. n тең b1 көбейтілген q-дің n-1 дәрежесі. Бұл формула геометриялық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы болып табылады.